Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы біліңіз. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен, бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бір қатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Бауыр неге ауырады? Сарапшының айтуынша, бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық біз оны қолымызбен сезе аламыз. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы, тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 елес ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде органдағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымданулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа аурулармен байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтып өткендей, бауырдың өзі ауырмайды. Орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдануы кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес, және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруынан туындайды. Ауырсыну бауыр аурулары кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі. Терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауыр ауырған кездегі дәрігер кеңесі. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Ең алдымен бұл АСТ, АЛТ, сетилік қышқыл, гамма глютамилан трансферазасы және бауырдың қабыну